Не туралы сөйлеспекшісің? Жан, кешірші мен. Білем, артық кеттім, мойындайын. Осыны айту үшін келдің бе? Жан. Жарайды. Мен сен кешірдім, ризасың ба? Айтатынды айт болсаң, мен кеттім. Жан, кетпеші. Жіберші мен. Не болды саған сонша? Кешірім сұрап келіп тұрмын ба? Білем, біраз артық кетті. Біраз? Сонда аборт жаса деген сенің біраз артық кеткенің бе? Тыңдашы, Назерке. Біз әлі жап-жаспыз. Қандай ата-ана боламыз деген ойлар келді. Мені шошып кетті. Бұндай ситуацияға мүлдем дайын болған жоқ. Мен дайын болды деп ойлайсың ба? Дәл қазір мен екі қалат болғанды қалат деп тұрсың ба? Қойшы болды, Жан. Не қойш? Қуаныш. Мен больницаға барып аборт жасаттым. Не? Енді мен сені мүлде көргім келмейді. Сен сүйгенде соқыр болдым неліктен, жүректегі сенсің мұзды еріткен. Енді мені кешір жаным, енді мені кешір жаным. Алло? Алло, қызым, қалың қалай? Жақсы, мама, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, шүкір. Ана посылканы күтіп алдың ба? Қасыңда біреу болмаса заттар ауыр болатын шығар. Соны айтуды ұмытып кетіппін ғой. Я, мама, жаңа ғана вокзалдан шықтық. Досымды попросить еткем, сол көтеріп келе жатыр. Жақсы болған екен. Соны білейін деп. Жарайды онда балам, аман бол. Жарайды, мама, сау болыңыз. Что там не шешнер? Бәрі не шешкенде аборт жасатты. Дұрыс болыпты, брат. Дұрыс шығар. Кім? Мама. Ау, мам. Балам, қалың қалай? Жақсы, мам, өздеріңіз қалайсыздар? Деп, қуаныш, оқудың ақшасын төлейтін уақыт болып қалды ғой. Иә, білем. Соны ана ақша бар кезде кешіктірмей төлеп таста, балам. Хорошо, мам, төлейін, уайымдамаңыз. Ұмытып кетпесін деп звондап тұрмын ғой, жарайды онда. Сау болыңыз. Назерке, сен ба холодильникті толтырып қойған? Я, үйдегілер беріп жіберген. Комнатада жалғыз тұрып жатқан жоқсың ғой, Назерке. Хотя айтсашы, азырақ берсін деп. Мен продукты қоятын орын таппай тұрмын. Білейін, ренжімеш.
Басқа қоятын жер жоқ. Шкафтардың бәрі толып тұр. Қайда қойсаң да өзің біл. Бірақ ана заттарының жартысын алып таста. Кіруге бола ма? Қайда жүрсің? Пробкада тұрып қалдым ағай. Енді ертелік шықпайсың ба? Кір. Бірақ кешегің объяснительный жазасың. Кір. Ары түш. Назеркенің басына түсінші, босқын. Мазғаны тоң қайта бермеші, таби. Çoğdan Nazerkem'in ne şiştindir? Бля, братан. Назерке аборт жасап тастапты. Аборт? Қашан? Походу кешемен кеткеннен кейін. Бүгін сабақта амандасқан да жоқпыз. Назерке бүгін сабақта жүрді ма? Сенің ойынша сонда аборт жасатқан адам спокойно сабақта жүре ма? В смысле? Қанша смысл көріп тұрсың? Аборт жасатқан адам кем дегенде 2 апта бойы үйде тұра алмай жатады. Отвечай, ол жасатқан жоқ ешқандай аборт. Натура сол ойлайсың ба? Натура не, железо, бетон. Назерке, сен реально аборт жасаттың ба, жоқ па? Сен бұл жерге қалай кірдің? Мен сені сұрап тұрмын, жасаттың ба? Какая разница? Саған ол бала керек жоқ қой. Сен аборт жасат деген соң, жасатпақшы болдың. Больницаға да бардым. Бірақ мен олай істей алмадым. Жүрегім бармады. Өтірік айтқаным үшін кешірші. Жыламасын. Бәрі жақсы болады. Енді мені тастап кетпеші. Тастамай. Алдың аптадағы тесттен бүкілін жауабын А деп белгіленсін. Біз сөйтіп 12 болған. Қайсы ма? Домашка бар ма? Бар, качайда. Назерке бәрі дұрыс па? Білмеймін, мында ауа жоқ па? Жата ма? Қызың 2 қабатта оқыға ма? Не деп тұрсың? Не болды сразу же? Аузыңа байқап сөйле. Қыз үшін не болсын? Какая разница? Так, сонда не болып жатыр? Ерегеспісіңдер ма? Жоқ ағай. Онда орындарына отырыңдар. Алло, Сержан, қалайсың, брат? Жақсы. Үйдесіңдер ма? Иә, үйдеміз ғой, чатам. Брат, сенен бір өтініш болып тұр, қарыз ақша шыға ма? Жоқ, брат. Оқудың ақшасын төлеп тастағам кеше. Атак білесің ғой, айдың аяғында порожняк екен. Дәуренді ше білмейсің ба? Ай, ода да жоқ қой деймін. Таңертең проездге ақшаны менен сұрап жүрген. Сөз, түсіндім, брат. Жақсы, онда хабардарымыз барады,
Аха, жақсы досым. Ту, бұрқыратып себе бермеш. Не болды? Өзің де себесің ғой? Фуф, менікі ондай сасық емес. Ой, кетші. Хотя бы есікті ашшы, жүрегім айнып кетті. Саған керек па, өзің аш. Не болды сонша? Кетші. Мына қызға не болған? Истеричка обычная. Назик, біздікіне көрсең қалай болады? Біздікіне деген мен двушка ғой. Қойшы, ят қой. Енді басқа варианттар бар ма? Болмаса қыздармен ұрыспайшы да кет. Ой, мен енді олармен вообще сыйыспайтын сияқтымын. Онда болды, біздікіне көшесің. Бүгіннен қалмай киімдеріңді жина, хорошо? Балалармен сөйлесіп қой. Ұят емес пе достарымнан? Мен тұрғанда не істеп? Дәурен, Сержан. Короче, брат, бір тема бар. Кука, брат. Қалайсың? Таныс қой, менің інім Алмас, досы Абылай. Қуаныш. Қуаныш. Сол Кука, брат. Братишкалар бір екі айға келген қалаға. Біздікінде тұра тұрса қарсы емессің ба? Конечно, братан, смело. Болды онда. Все, кеттік жүндер, заттарыңды алыңдар, орын алсайық жүндер. Бол. Кет. Сука. Айтпақшы, Динара, таңертең продукт алып келген 1700 теңгеден бере саласың ғой. Хорошо, қазір берем. Сосын ана холодильниктің ішін тазалау керек. Привет, қыздар. Привет. Жанайсың ба? Иә. Ал, сау болыңдар. Рахмет сендерге. Әлі көрсеміз ғой. Сау бол, Назерке. Пока. Пока, қыздар. Пока. Пока. Қуаныш, мынау сенің дворың емес қой. Қайда алып келдің? Жоқ, біз дұрыс келдік. Енді осында тұратын боламыз. Қумаш, мен сенің дворыңды білем. Жан, Не күлесің? енді екеуміз бөлек тұрамыз. Қош. Жан. Күшті. Бірақ сен үшін емес. Сендер үшін. Жарайды, жүр. Жан. А қаншасыншы этаж? Үшінші.